Кейбір жаралар көзге көрінбейді, бірақ олар адамның ішінде жылдар бойы үнсіз жылайды. Бұл кішкентай қыздың ешкімге айтылмаған сыры. Менің көрші тұратын құрбым бар еді. Біз күнде бірге ойнайтынбыз. Балалықтың ең таза, ең уайымсыз кезеңі. Оның екі ағасы болатын. Біз үшін олар жай ғана үлкен адамдар. Қорғаушы сияқты көрінетін. Бір күні әдеттегідей мен құрбыма ойнауға бардым. Біз күліп, ойнап, уайымсыз жүргенбіз. Сол кезде оның үлкен ағасы «Кеттік, тығылмаш ойнаймыз, монстр ойыны» деді. Біз үшін бұл жай ғана ойын еді. Сендер тығыласыңдар, мен табамын. Тапсам монстр сияқты жеп қоямын, деді күліп ол. Біз сендік, себебі біз әлі бала едік. Құрбым төсектің астына тығылды, ал мен көрпенің астына кіріп кеттім. Жүрегім жай ғана ойыннан толқып тұрды. Қорқыныш емес, қызығушылық. Бірақ бір сәтте ол мені тауып алды. Көрпенің астына бірге кіріп келді. Басында мен оны ойын деп ойладым. Бірақ келесі сәтте бәрі өзгерді. Ол үстіме жатып алды. Мен сені қазір жеймін деп. Бірақ оның даусы ойынға ұқсамады. Қолдары мүлде басқаша еді. Ол менің іш киімімді шеше бастады. Мен түсінбедім не болып жатқанын. Неге бұлай екенін. Мен небәрі 8 жаста едім. Ол өзінің мүшесін маған тақап арсыз ойын іске асырмақшы болды. Сол сәтте менің ішімде бір қорқыныш оянды. Бұл ойын емес екенін түсіндім. Мен оны итере бастадым, жібер деп айқайладым, бірақ ол күліп, жібермеймін деді. Ол бәрін ойын сияқты көрсеткісі келді, бірақ бұл ойын емес еді. Менің күшім жетпеді, қорқыныштан денем қатып қалды. Жүрегім тарсылдап, даусым дірілдеп, көмек сұрай алмадым. Сол сәт бәрін өзгертті. Кенеттен құрбымның даусы шықты. Мен тығылып болдым, шығамын. Ол төсектің астынан шыға бастады. Сол сәтте бәрі тоқтады. Ол бірден менің үстімнен түсіп, ештеңе болмағандай, ойнап болдық па, деді. Мен көрпенің астынан шықтым. Бетім қып-қызыл, жүрегім әлі де тарсылдап тұр. Құрбым ештеңе байқамады, ештеңе түсінбеді. Ал мен үндемедім. Неге? Себебі мен ұялдым. Себебі мен қорықтым. Себебі мен не болғанын толық түсінбедім. Бірақ бір нәрсені сездім. Бұл дұрыс емес еді. Сол күннен кейін мен бұрынғыдай бала бола алмадым. Мен бұл туралы ешкімге айтпадым. Жылдар өтті. Бірақ сол сәт жүрегімде қалып қойды. Кейде ойлаймын, егер құрбым сол сәтте шықпағанда не болар еді? Бүгінде мен түсінемін, бұл менің кінәм емес еді. Бұл оның қылмысы. Бірақ көп балалар дәл осындай жағдайды бастан кешіреді. Және олар да үнсіз қалады. Ұялады, қорқады, түсінбейді. Сол себепті бұл оқиғаны айтып отырмын. Егер сен де осындай жағдайға тап болсаң, үндеме, сен кінәлі емессің. Айт, сенетін адамға айт. Өзіңді қорға, себебі сен бұған лайық емессің. Кейбір жаралар жазылады, бірақ алдымен оларды мойындау керек. Үнсіз қалма. Кейде біз сырттай күліп жүрсек те, ішімізде ешкім білмейтін ауыр естеліктер болады. Мен де ұзақ уақыт үнсіз қалдым, бірақ үнсіздік жараны жазбайды. Егер сен де осындай жағдайды бастан өткерсең, өтінемін, үнсіз қалма. Сен жалғыз емессің. Сен сынған жоқсың. Сен тірі қалдың. Бұл сенің күшің. Егер осы оқиға саған әсер етсе, каналға жазылып қой. Біз бұл жерде үнсіз қалған жандардың
дауысымыз. Сол күні мен әлсіз бала болдым, бірақ бүгін өз даусымды таптым. Өмірде бізге ауыр сынақтар беріледі, бірақ олар бізді сындыру үшін емес, күшті ету үшін беріледі. Есіңде болсын, сенің үнсіз қалуың біреудің батылдығына жол ашады, ал сенің сөйлеуің біреуді құтқаруы мүмкін. Сондықтан үнсіз қалма. Осындай өмірлік оқиғаларды тыңдағың келсе, каналға жазылып қой. Бұл канал шындықтың орны. Ең қорқыныштысы не екенін білесің бе? Бұл оқиға жалғыз бір оқиға емес. Көп балалар осындай жағдайды бастан кешіреді, бірақ ешкімге айтпайды. Мүмкін сенің жаныңда да осындай үнсіз жүрген адамдар бар шығар. Ал мүмкін келесі оқиға одан да ауыр болады. Егер шындықты білгің келсе, жазылып қой. Бұл тек бастамасы ғана.